Өңір жаңалықтары. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру, өңірге инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті дамыту, құрылыс саласының қарқыны жалпы мемлекеттік бағдарламалардың орындалу көрсеткіштері төмен. Бұл туралы облыс басшысының төрағалығымен өткен кеңейтілген мәжіліс барысында белгілі болды. Облыс әкімінің орынбасарларының және бірқатар аудан әкімдерінің баяндамаларын тыңдаған соң, Бердібек Сапарбаев жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар берді. Кеңейтілген мәжіліске облыс әкімінің орынбасарлары, аудан әкімдері, департамент, басқарма және ірі кәсіпорындардың басшылары, қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Кеңейтілген мәжіліс биылғы жылдың 1-тоқсанында жасалған жұмыстарды қорытындылауға бағытталды. Әлемдік экономикадағы дағдарыс жағдайы елге, оның ішінде біздің өңірге де әсерін тигізбей қоймайды. Бұл ретте экономиканы әртараптандыру, өңірге инвестиция тарту, шағын және орта бизнестің мүмкіндіктерін арттыру басты бағыт болмақ. Жиын барысында облыс әкімінің орынбасарлары жасалған жұмыстарды баяндады. Бірақ жұмыс мардымсыз, көп сала туралап, көп іс кенжелеп қалғанын айтқан облыс әкімі жауапты тұлғаларды сынға алды. Ол азық-түлік белдеуін қалыптастыру үшін өңірде ауыл шаруашылығын ілгерілету керек деді. Мұнайға тәуелділіктен арылып, облыстың зор мүмкіндіктерін пайдаға жарату керек. Біз не күнбағыс екпейміз ба? Гүлдейтін өсімдіктер бізде шықпай ма не? Біз үйренгенбіз. Мұнайға үйреніп қалдық біз бәріміз. Мұнай болса болды, басқасын керек емес, сатып аламыз деп. Содан кейін үйренгенбіз. 2 апта жұмыс істейміз, 2 апта демаламыз үйіміз жатып тұрып. Содан кейін айтамыз, жағдайымыз нашар деп. Ал облыс әкімінің орынбасары Асқар Биахметовтің мәліметі бойынша Әйтеке би, Мұғалжар, Қарғалы, Шалқар, Хромтау, Темір және Байғанин аудандарында өнеркәсіп саласы тұралап тұр. Ол осы ретте өнім экспорттау мәселесін алға қойды. Дайын өнімді сыртқы нарыққа экспорттау арқасында халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасап, өмір сүру сапасы мен деңгейін жақсартуға жағдай жасайды. Өнім экспортымен айналысу үшін алдымен өндіріс секторы өзімізді толық қамтамасыз ететін жағдайға жетуі керек. Облыс әкімі өңірге инвестиция тарту мәселесіне тоқталды. Ол күні бүгінгіден шетелдік компаниялар мен ірі өндіріс ошақтарымен тұрған шарттардың бәрінің де мақсаты экономиканың дамуына қолдау көрсету. Бірақ инвесторлармен жұмыс кенжелеп қалды деп сынады. Для привлечения инвестиций мы не используем максимально. Почему? Өткіздік форум, инвестфорум. Елшілерменен кездестік. Дальше что? Арғарай болса кете береміз ба? Одан кейін жаңа айтып отырмын ғой. Мынау, слушайте, мы привлекаем инвестиции меньше, чем Кызылординская область. Я даже не сравниваю с Атырауской областью. Как это так это? Разве можно потенциал Актюбинской области сравнивать с потенциалом Кызылординской области? Облыс басшысы орынбасарларында, аудан ауыл әкімдерінде жұмысты ширату керек деп тұқыртты. Ол әсіресе бір кездері түгі тартса май шығатын құнарлы жерлерді пайдаланып, егістік алқабын көбейтуге назар аударды. Қазір облыстағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы 1 миллион гектар жердің тек 530-560 гектарына ғана дән себіледі. Бұл өте аз. Бердібек Сапарбаев орынбасары Мұхтар Жұмағазиевке мәселені төтесінен қойды. Сүт 0 өңдемейміз, почти өзіміз қамтамасыз етпейміз. Етті өңдемейміз. Сонда біз қалай Мұхтар Сабыр ауыл шаруашылығын дамытамыз? Қалай біз өзіміз солықтан неменен керекті тамақпенен қамтамасыз етеміз? Не істеу керек? Өңдеу мәселесі сүт бағытындағы шешіледі деп. Өйткені аудандарда толық мүмкіншілік бар осы өңдеу цехтарын ашу жөнінде. Жаңа жарыман айтып отырсыз, крупа. Ол айтуыңыз дұрыс. Біздерде мысалға мынау ячневый дейді, перловый дейді, манный каша жасауға болады. Бірақ соңғы уақытта мына астықтың болмауына байланысты кішкене бұл мәселе бізде кенже қалды. Мұхтар Жұмағазиев ет бағытындағы ірі кәсіпорындарға мемлекеттен субсидия бөлінгенін тілге тиек етіп, болашақтағы жоспарларын баяндауға кірісті. 4 миллиард 300 миллион ақша қаралып отыр. Осының басты бағыты осы ет пен сүтке біз аудан әкімдерімен ақылдасып соған бұрамыз ба деп отыр. Түсінігімше, бізде, Мұхтар Сабырлы, ондай талдау жоқ. Анау ауыл шаруашылық басқармасының мұрнына есі бармайды, түсінбейді оның не екендігін. Солар айту керек. Әр жыл сайын, болмаса әр жарты жыл сайын талдау жасап айту керек. Міне, мына шаруашылық, болмаса мына компания мынаншама миллион субсидия алды, бірақ өнімін неге анықтау керек. Қайда кетіп отыр берілген ақша?
Мал басының саны мен сапасын арттыруда облыс әкімі қойып отырған басты талап. Бір кездері төрттілігін тең өргізген ауылдардың тірлігін жандандыру керек. Ауыл тұрғындары ет пен сүтті, бау-бақша өнімдерін сырттан сатып алуға тиісті емес. Қайта облыстың азық-түлік белдеуін қалыптастыратын мүмкіндікке ие болуы қажет. Ауылдың әкімдеріне айтатын, дәнді дақылдарды, майлы дақылдарды, картоп, мал азығы. Егер сіздердің берген мәліметтеріңіз шын болатын болса, осылардың тұқымы бізде артық тұқымды пайдаланайық енді. Жерде ұлғылар бар ғой. Сөз соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қаланы, аудандардың орталықтарын, ауыл аймақты санитарлық тазалауға мән беруді талап етті. Ағаш көшеттерін отырғызу ісінде көз бояушылық, салдыр салақтық болмау керек. Абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына жастар тартылуы қажет. Онымен жігіттер айланысу керек. Болмайды ғой енді, мына қаламыздың, емесі аудан орталығымыздың шаңы шығып атқаны, көктемде лай жүре алмаймыз, масқара ғой енді. Әкімдер, давайте, өтірік ақпар бермеңдер. Ертең көзіміз бар ғой, көреміз. Сонда көрінеді. Қай жер ақталды, қай жер боялды, қай жер тазаланды, қай жерге ағаш отырғызылды. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.